Дмитрий Медведевтің ВКонтакте парақшасында Қазақстан жасанды мемлекет, орыстар келмейінше тәртіп орнамайды деген жазба пайда болып, кейін өшірілді. Бұл туралы Вармалов Ньюс телеграм арнасы хабарлады. Кеңес одағы ыдырағанға дейін солтүстік Қазақстан халқының 62,5%-ын славяндар құрады. Қазақстан жасанды мемлекет, орыстардың бұрынғы территориясы. Мысалы, Гуреев, Семей, тіпті Алматы қалалары 1924 жылға дейін Верный деп аталды. Қазіргі уақытта Қазақстан билігі республика ішінде түрлі этностық топтарды қоныстандыру жөніндегі бастамаларды іске асыра бастады. Мұны орыстарға жасалған геноцид деп бағалауға болады. Біз бұған көз жұма қарай алмаймыз. Орыстар келмейінше тәртіп орнамайды деп жазды Медведев. Кейбір бақ көздерінің хабарлауынша, Медведевтің аккаунты бұғатталып, осындай жазба пайда болып артынша өшірілген. Бірақ ресейлік журналистер скриншоттарды сақтап үлгерді. Кейін Медведевтің көмекшісі ресми мәлімдеме жасап, Дмитрий Медведев өзінің ВКонтакте парақшасында Қазақстан жасанды ел деген жазбаны жариялаған жоқ. Оның аккаунты бұғатталды деп хабарлады.